Атадан алтау тусақта. Өз күшімізге сүйенейік балалар. Сәлеметсіздер ме достар? Менің атым Құсыни Ақыласқызы. Мен сіздерге Сауысқан мен Көкек деген ертегіні оқып берейін. Ертеде Сауысқан мен Көкек орманда бірге тұрыпты. Олардың ұялары болмаған екен. Олар ағаш бұтақтарын паналапты. Көкек күнде ерте тұрып, ұя керек деп бақыра беріпті. Содан кейін оның қасына Сауысқан келді. Одан да біз бірге ұя жасайық. Алдымен саған, содан кейін маған депті. Сол кезде Көкек былай депті: менің ұя салатын қуатым да, құралым да жоқ. Ұя керек деп айғайлай берсем, құстың бәрі ағайыным маған көмектеседі. Барлығы бірігіп маған бір ұя салып береді дейді. Сол кезде Сауысқан Көкектің көмегінсіз ұя салуға кірісіп кетеді. Астын мамықтан қабырғаларын тұрғызады, үстін берік қып жабады, ішіне мамық төсегін қояды. Кішкентай жас бұтақтардан шағын есік жасап алады. Ол сонда балапан шығарады, ал Көкек күнде ұя керек деп айғайлай берген соң дауысы кетіп қалады, тілі қарылады. Содан кейін соңғы жылдары оның тілі ыр дегенге жетпей ұл деп айта береді. Содан керектің орнында келек деп айтады. Жұрттың бәрі оны мазақ етіп, келек дегеннің орнына оның атын Көкек деп қояды. Сол күннен бастап Көкек ұясыз қалған екен. Оның балапандары кез келген ұяға кетіп қалады. Оны басқа құстар басып шығарады, балапан шығарады. Оның балапаны жетім болып өседі. Содан бастап Көкектің ұясы жоқ болған екен. Міне балалар, Көкек осындай құс екен. Сау болыңыздар достар.